Математика сабағын бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы монета және қағаз ақша. Бүгін балалар біз монеталарды ажыраттып, олармен әртүрлі амалдар шығаратын боламыз. Балалар суретке назар аударайық. Ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл әмиян екен. Әмиянды не үшін пайдаланамыз? Балалар, әмиянға ақша салады екенбіз. Қане мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын ата. Теңге, монеталар неден жасалады? Темірден, дұрыс айтасыңдар. Қандай монеталарды білеміз? 100 теңгелік, 200 теңгелік, 10 теңгелік және 5 теңгелік монета. Қандай қағаз ақшаларды білеміз? 1000 теңгелік және 500 теңгелік. Өте жақсы балалар, керемет жауап бердіңдер. Суреттегі қағаз ақша және монеталарға қараңдар. 1000 теңгені, 500 теңгені, 200 теңгені және 50 теңгені қандай монеталарға ұсақтауға болады? Ойланайық балалар. 1000 теңгені 500 теңгелік қағаз ақшамен, 500 теңгені 500 теңгелік монетамен, 100 теңгені 50 теңгелік монетамен, 50 теңгені 20 теңгелік және 10 теңгелік монетамен ұсақтауға болады екен. Балалар, мына суретте қазақтың қандай ұлттық ойыны бейнеленген? Балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл қазақтың ұлттық ойыны теңге ілу екен. Сырым мен Әлия теңге ілу ойынын көруге келді. Ойыншылар аттың үстінде шауып келе жатып, жердегі теңгені іліп алуы тиіс. Бұл ойынға Дәулет, Қанат және Самат қатысыпты. Кәне балалар, қатысушы балалар қоржындарына қанша монетадан жинаған екен? Есептеп көрейікші. Жарайсыңдар балалар, дұрыс айттыңдар, есептедіңдер. Дәулет 300 теңге, Қанат 400 теңге, Самат 450 теңге жинаған екен. Ал балалар, қайсы ойыншы қоржынына көп монета жинапты? Дұрыс айтасыңдар, Самат жинаған екен. Ең көп қоржындағы монета Саматта, ол 450 теңге жинаған екен. Балалар, сендер осы ойыншылардың қоржындағы монетаны санау үшін қандай амалды пайдаландыңдар? Балалар, қосу амалымен шығарады екенбіз. Балалар, мына есепті шығарып көрейік. Санжардың әмиянында 300 теңге бар еді. Ол әмиянынан 50 теңгеліктен 2 монета және 100 теңгелік монета алды. Әмиянда неше теңге қалды? Есеп кім және не туралы? Дұрыс айтасыңдар балалар, есеп Санжар және оның әмиянындағы ақша туралы. Оның әмиянында қанша теңге бар екен? 50 теңгеліктен 2 монета және 100 теңгелік монета. Есеп бізден не сұрайды балалар? Әмиянда неше теңге қалды? Ендеше осы есептің шартын құрып көрейік. Болды 300 теңге. Алды 50 теңгеліктен 2 монета және 100 теңгелік монета. Қалды неше теңге? Осы есептің шартын дәптерге жазып, шешуін тауып көрейік. Жарайсыңдар балалар, дұрыс есептедіңдер. 50 теңгеліктен 2 монетамыз 100 теңге болады. 100 теңге қосқанда 200 теңге. Барлығы 300 теңге мен 200 теңгенің айырмасы 100 теңге болады екен. Сонымен бұл есептің жауабы Санжардың әмиянында 100 теңге қалған екен. Балалар, біз бұл есептің шешуін қандай амалдарды пайдаланып шығардық? Дұрыс айтасыңдар, көбейту, қосу және азайту амалдарын пайдаланған екен. 2 теке. 2 теке келіп түсті көпірге. Біреуі әрі, біреуі бері өтуге. Көпірдің дәл ортасында келігіп, біріне бірі бақырды кейін кетуге. Шайқасып бас бірінің тілін бір алмай, сүзіспекке кірісті қарап тұра алмай. Тап көпірдің секірісті үстінен
бірінен бірі қояр ма сірә кек алмай. Екеуі де суға құлап тыныш тапты. Жігіттік қып көпірді тез босатты. Ерек істің нәтижесі осыдағы. Балалар, сендер қандай ертегі көріп тамашаладыңдар? Бұл екі теке ертегісі екен. Екі текенің күштері туралы не айтуға болады? Егер олардың біреуі әлсіз болса, не болар еді? Өте дұрыс балалар. Екі текенің күштері тең. Өйткені құлақтары, мүйіздері, көздері екеуден, аяқтары төртеу. Сондықтан екі текенің салмақтары бір болғандықтан екеуі бірге суға құлап түсті. Егер олардың біреуі әлсіз болса, біреуі құлап, біреуі көпірдің үстінде қалар еді. Оны бұлай көрсетуге болады екен. 2 мен 2 тең, 4 пен 4 тең. Бұл балалар теңдіктер. Олай болса, мына монеталарды пайдаланып, теңдік және теңсіздіктер құрастырайық. Қандай теңдіктер құрастырдық? Өте жақсы балалар. 70 тең 70-ге, 100 тең 100-ге. Ал қандай теңсіздік құрастырдық? Жарайсыңдар балалар. 70 кем 100-ден, 100 артық 70-тен. Бүгінгі сабаққа балалар керемет қатыстық, жарайсыңдар. Ондай болатын болса, сіздер мына екі монетаның біреуін таңдаңыздар. Егер 100 теңгелік монетаны таңдасаңыздар, сіздер бүгінгі сабақты жақсы түсінген екенсіңдер деп ойлаймыз. Ал егер 50 теңгелік монетаны таңдасаңдар, сіздерге әлі көмек керек екен. Қане балалар, қай монетаны таңдар едіңдер? Керемет балалар, бүгінгі сабақты барлығымыз жақсы түсінген екенбіз. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.